Қоғамда жалғыз басты аналар мен жалғыз басты әкелер, мүмкіндік шектеулі балаларды өсіріп отырған ата-аналар бар. Осындай әлеуметтік аз қамтылған азаматтарға психологиялық, медициналық, ақпараттық, құқықтық, әлеуметтік, қаржылай көмек көрсету мақсатында 2019 жылы Жаңаөзенде алғаш рет аналар кабинеті ашылды. Біздің енді спонсорларымыз арасында табылады, арасында табылмайды, бірақ өзімізде тізімде тұрған отбасылар міндетті түрде айында 2 рет, 3 рет өздеріне қажетті азық түлігін алып кетіп отырады. Болмаса біздің волонтерлар апарып береді. Олар өздері біледі, телефонды біледі, қыздардың бәрін біледі, заказ жасап қояды, осындай керек еді деп. Енді көбінше қазіргі кезде сұранатыны жаңа босанған әйелдерге памперс мәселесі, киім-кешек мәселесі, және витаминдер, сүт өте қымбат, балаға беретін витаминдер қымбат. Сол мақсатта көмектесумен жұмыс жасап жатырмыз. Қазақстан бойынша баламасы жоқ орталық Жаңаөзен политехникалық колледжінің ғимаратында орналасқан. 5 жылдың ішінде аналар кабинетіне келіп, компьютер, тігін, шаштараз, аспаз мамандықтарын тегін үйренген әйелдердің қатары көп. Аталған салаларды толықтай меңгеріп, өз кәсіптерін дөңгелетіп, тұрақты жұмысқа орналасқан келіншектер де қаншама. Жеке бизнестерін бастауға алғашқы баспалдақ бола білген Сән-құрақ фест байқауы облыс деңгейінде дәстүрлі ұйымдастырылады. Біз өзіміз алғашқыда көмектестік. Шаштараз болса, мысалы, үйінің көрші көлемін, ағайын тумасының шашын алып беріп, бізден оқып кеткеннен кейін сертификат алып, болмаса қажетті болып жатса, оған біз өзіміз жаңағы жабдықтарын алып беріп көмектестік. Тігін машинасын алып бердік келіншектерге керегіне. Алғашқы маталармен де көмектестік. Содан бастап торт пісіретін келіншектерде оның бәрін оқытуға, барлығын жасауға біздің политехникалық колледждің материалдық базасы сол бағытта нығайтылған. Аналар кабинеті қоғамдық қоры Жаңаөзендегі қайырымдылық шараларға белсене араласады. Әр мерекеде мүжәлсіз отбасылар мен мүмкіндік шектеулі балаларды мейрамханада қонақ етіп, сый-сияпат беруді дәстүрге айналдырған. Жыл сайын мектепке жол акциясына қатысып, аз қамтылған отбасы балаларына лагерге тегін жолдама да береді. 5 баланың анасын, жалғыз анамын. Аналардың несіне рахмет, кабинетіне ақысын шексіз, тамақтай да киімге де көмектесіп жатыр. Маған көптеген көмектерін берді. Қызым ұзатылғанда қыз жасауына, қазақша киімдеріне көмектерін берді. Колледжде менің ұлым 4 жыл оқып, тегін оқып, стипендия алып отырды. Осы дипломның арқасында қазіргі таңда үлкен оқу орнында оқып оқуын жалғастыруда. Аналар кабинетінің ұжымы тек қана Жаңаөзен мен оған іргелес ауылдың тұрғындарын ғана емес, көктем мезгілінде су тасқынынан зардап шеккен өзге аймақтардан келген азаматтарға орналасу пункттерін ашып, керек жарақтармен түгелде қамтамасыз етті. Сондай-ақ отбасыдағы зорлық-зомбылық, ерте жүктіліктің алдын алу, құмар ойындардың қасіреті туралы қала жастарымен дөңгелек үстел өткізіп, пікір алмасып тұрады. Қазір ұлттық дәстүр мен рухани құндылықтарымыздың ахуалы алаңдатарлық күйде. Тығырыққа тірелген отбасыларға шығар жолды сілтеп, жастардың бойына ұлттық құндылықтарды тереңіне сіңіру үшін аналар кабинеті қоғамдық қоры «Берік отбасы, берік мемлекет» атты жаңа жобаны қолға алды. Әлеуметтік жобаның мақсаты Жаңаөзен қаласында ұлттық тәрбие беру мен отбасы құндылықтарын нығайту, отбасы институтын дамыту. Ұлттық құндылықтардың рухани байлығы тақырыбындағы форум аясында мұнайлы өлкенің 30-дан астам жастарына ата-баба ізімен атты экскурсия ұйымдастырды. Сапардың алғашқы нүктесі Қожа Ахмет Яссауидің шәкірті, Бекет атаның ұстазы болған әулие кісі Шопан атаның жерасты мешіті мен қорымынан бастау алды. Келесі аялдама Маңғыстауға табан тіреген жанның ең алдымен барып көретін, зиярат ететін киелі орындардың бірі Бекет ата мешіті. Экскурсияның соңғы нүктесі тек қана Маңғыстаудың емес, Қазақстанның мақтан тұтар жауһарына айналған Бозжыра шатқалы. Бекет ата мен Шопан атаға барған жолымыз жақсы өтті. Экскурсиямыз жақсы өтті, ұнады, бәрі күшті. Жастармен бірге Шопан атаға және Бозжыра, осымен қатар Бекет атаға зираттап, саяхаттап келдік. Осы болашақта жастарымызды осындай өзіміздің ұлтжандылығымызды, өлке тануымызды білуге насихаттап жүруге, осындай саяхаттап, зираттап баруға, тағы да алдағы уақытта осындай жұмыстар көп болсын деп тілеймін.
Жоба аясында ат тергеу, келін әдебі және орамал, сан ғасырлық сән атты онлайн байқаулар ұйымдастырылды. Қазақта шашты тек қана жесір қалған әйел ғана жайып жүрген. Осыған байланысты шашты өру, шашпау тағу, орамал тағу сынды ұғымдар пайда болған. Орамал ол біздің арымыз, сыйластығымыз, тазалығымыз және сан ғасырлар бойы бізге жеткен сән үлгісі болып табылады. Киіз басу қазақ өнерінің негізі болып саналады. Киізден тұрмысқа қажетті әртүрлі бұйымдар жасаумен қатар, оны оюлап, өрнек салып, ерекше сәндеу көне заманнан келе жатыр. Өзіндік ерекшелігімен ғасырдан ғасырға сақталып, келер ұрпаққа беріліп келе жатырған жүннен жасалған қолөнер бұйымдары мен құрақ құраудың шығу тарихымен таныстырып, өнердің осы түрлерін өзіне серік еткен 10 саусағы майысқан ісмер шеберлер тегін шеберлік сыныбын өткізді. Мұндай шараға алғаш рет келген студенттер жаңа технологияны тез меңгеріп, керемет туындылар жасап үйренді. Бүгін Instagram қарап отырып, мастер-класс болатынын көріп, бүгін бірінші рет қатысып тұрмын. Және осындай тоқыма киіз басуды бірінші рет істеп тұрмын, бұрын жасап көрмеген. Бүгін осылай оңай екен негізі жасаған нәрсе. Осылай ең бірінші туындым осы болып шықты, әдемі шықты деген ойдам. Қазір көп студенттерге, көп ұстаздарға демалыс кезі болғанымен, бәрі қызығушылығымен өз еркімен келіп, қызығушылықтарын танытып, қатысып жатыр. Мені сол қуантып тұр. Жалпы бұл қазір біз мастер-класста киіз басудың жаңа технологиясымен сурет салып жатырмыз. Жас қыздар ғой енді тез меңгеріп жатыр. Даже жаңа машинкаға де отырғанда тігін білмейтін еді, кәдімгі үлкен машинканы. Соны да уже үйреніп, қазір құрақтың көздерін шығарып жатыр. Бұл енді құрақ деген қазақтың құралып кетсін деген ырымен бұрыннан қыз жасау тігіледі, қыздың артынан жүгін тігеді деген сияқты. Барлық қазақтың қыз келіншектерінің қолынан келу керек деген өзімнің ойым, бірақ үйренген қыз сразу алып кетеді. Жырдың қазақ поэзиясында атқаратын қызметі зор. Жыр ырғағы жеңіл, ширақ, жайлап, баяу айтуға да, тездетіп, екпінді айтуға да лайық. Дәстүрлі қазақ музыкасын дәріптеу мақсатында қазақ өнеріне өзіндік үлесін қосып жүрген жыршы Қарым Сарасбаев жастарға тегін шеберлік сағатын өткізді. Соңғы кездерде Жаңаөзен қаласындағы жасөспірімдер арасында өнерге, оның ішінде жыр термеге қызығушылықтар көп танылуда. Оның себебі әрбір мәдениет үйлерінде үйірмелердің ашылып, оларда білікті ұстаздардың сабақ беруі және осындай Атамұра мәдениет үйі сияқты жылына 4 мезгілінде сайыс өткізіп, әрбір оқушылардың басын қосуы себеп болып отыр. Болашақ өнерпаздарға табыс тілеймін, бейшімдерден көріне берсін, бабалардың жыр қазасын дамыта берсін. Ұлттық ойындардың өскелең ұрпақты ұлтжанды етіп тәрбиелеуге септігі мол. Адам бойында біліктілікті, ептілікті шыңдай түсетін, денсаулықты нығайта отырып, бауырмалдыққа баулайтын ұлттық ойындарымызды дәріптеу бағытында дәстүрлі қазақ ойындарынан тегін шеберлік сыныбы ұйымдастырылды. Маған тоғыз томалақ ойыны өте қатты ұнайды, себебі ол адамның ой қабілетін, төзімділігін, шыдамдылыққа деген әсер етеді. Асық ойыны қазақ халқының дәстүрлі ойындарының бірі. Қазақ халқы ежелден асық ойынын ойнап келген. Асық ойыны күндіз де түнде де ойнала береді. Күнді таңдамайды. Асық ойынын күндіз ойнасақ мергендікке, шапшаңдыққа баулайды. Ал асық ойынын түнде ойнайтын болсақ мергендікке баулайды. Берік отбасы, берік мемлекет жобасы ағымдағы жылдың қараша айына дейін жалғасады. Әлеуметтік жоба аясында алдағы уақытта әкелер форумы, отбасы тақырыбында шығармашылық конкурстар, ұлт болашағы саналы ұрпақ зияткерлік ойындары, қазақ дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары тақырыбында тренингтер, аналардың пікірталас кездесу мен некеге дейін оқы подкастын өткізу жоспарда бар.